Сәлем қыздар, сіздермен бірге мен Жаңылсын. Бүгін сіздерге сүзбенің жасалу жолын және адам ағзасына пайдасын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сүзбені қалай жасаймыз? Ең бірінші сепаратордан өткізілген сүтті қайнатып пісіреміз, содан кейін айран қылып ұйтамыз. Сол айранымыз ұйғаннан кейін осындай таза дорбаға сүзіп қоямыз. Бұл кем дегенде бір күн тұруы қажет. Осы сүзген айранымыздан көк су бөлініп шығады. Негізі қыздар, қышқыл сүт өнімдерінің ішіндегі ең пайдалысы ол сүзбе. Себебі оның құрамында адам ағзасына жеңіл сіңетін ақуыз амин қышқылға толы. Олардың ішіндегі ең пайдалысы метионин. Метионин бауырдың жұмысын, қан қысымын реттеп, ұйқыны жақсартады. Енді қыздар, көріп тұрғандарыңыздай, дорбамыздың бетін байлап, көк суы әбден бөлініп шығу керек. Соны күтеміз. Мінекей видеодағыдай көк суы жайлап өзі ажырап шығып жатыр. Кем дегенде бір күн тұруы қажет. Мінекей көк суы осылай толығымен бөлініп шығуы қажет. Содан кейін жаңағы айранымыз өзі қоюланып сүзбеге айналады. Бұл сүзбені көбіне сорпаға салып ішеді. Толық көк суы бөлініп шыққаннан кейін бір ыдысымызға салып, оған үлкен қасықпен өз қалауыңызша тұзды қылғыңыз келсе, тұзын молырақ саласыз. Мен бұл жерде тұзды 2,5 қасықтай салдым. Және осы тұз ерігенше жақсылап араластырып аламыз сүзбемізді. Мінекей сүзбем дайын болды. Кәдімгідей дәмі де, түрі де күшті болып шықты. Сіз де жасап көріңіз, кәделеріңізге жарасын. Видеоны толық соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.